Қайырлы күн өңір тұрғындары, әлеуметтік желі қолданушылары, Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығында кезекті брифинг. Бүгінгі спикеріміз Бейнеу ауданы әкімі Бейнеубек Әбілов көңілін қосуы. Айта кетейік, құрметті тұрғындар, дәл қазір біздің тікелей эфиріміз Маңғыстау облысы әкімдігінің Facebook әлеуметтік желісінде және Instagram желісінде тікелей эфирде қосылып тұр. Сондай-ақ Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығының Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде қосылуы. Егер Бейнеу ауданына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, дәл қазір аудан әкіміне өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдап, тікелей жауап ала аласыздар, немесе комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруға болады. Ендеше Бейнеубек көңілін қосуы, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті брифинге қатысушы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен әлеуметтік желі қолданушылары, ауылдастар. Бейнеу ауданының 2021 жылғы әлеуметтік экономикалық даму бойынша атқарылған жұмыстардың қорытындысын баяндауға рұқсат етіңіздер. Өткен жылы Бейнеу ауданының халық саны 1100 адамға көбейіп, Өткен жылы Бейнеу ауданының халық саны 1100 адамға көбейіп, 72500 адамды құрады. 2021 жылы 2314 сәби дүниеге келді. Ауданға шетелдерден келген 139 отбасы немесе 372 адам көшіп келді. Оның ішінде бір отбасы Ресей Федерациясына, қалған 138 отбасы Өзбекстан Республикасына көшіп келген қандастарымыз. Ауданның негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері: өнеркәсіп өнімінің көлемі 85-те 2 миллиард теңгеге, негіз капиталға салынған инвестиция 47-те 3 миллиард теңгеге жетті. Өткен жылмен салыстырғанда өнеркәсіп өнімінің көлемі 99%, инвестиция көлемі 130-да 7%-ды құрады. Ауыл шаруашылығы ішкі өнімінің ауқымы есепті кезеңде 3-7 миллиард теңгені құрады. Нақты көлем индексі 94-те 2%. Өнім көлемінің төмендеуінің себебі ағымдағы жылы табиғи климаттық жағдайға байланысты ет өнімдерінің азаюы ықпал етіп отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 25-те 2 миллиард теңге, нақты көлем индексі 145%-ды құрады. Аудан бойынша 2021 жылдың қорытындысымен жалпы алаңы 91-де 4000 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгізілді. 2020 жылмен салыстырғанда 101-де 3%. 2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында бөлшек сауданың нақты көлем индексі 102-де 9% болды, 15 миллиард теңгені құрады. Білім саласына 2021 жылы 11-де 8 миллиард теңге бөлінді. Ауданда 2 колледж, 24 мектеп, оның ішінде 6 мектеп бөбекжай бар. Қазіргі таңда аудан мектептерінде 18918 оқушы оқиды. 2 колледжде 1059 студент білім алады. Орта мектепті аяқтаған 872 оқушының 700 немесе 80-де 3%-ы ұлттық бірыңғай тест сынағын тапсырды. Орташа балл 65-те 5%-ды құрады. Грантқа 342 бала түсті. Бұл облыс бойынша ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Бүгінгі таңда аудан мектептеріндегі 3 ауысымды оқытуды жою мәселесі өзекті болып тұр. Себебі өңірде туу көрсеткіші жоғары және басқа өңірлерден көшіп келушілер де бар. Атамекен және Абай атындағы жалпы білім беретін мектеп 3 ауысымда оқып отыр. 2020 жылы Бейнеу ауылындағы Жұмағали Қалдықараев және Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектебінде 3 ауысымды оқудың алдын алу үшін 312 орындық қосымша құрылыс салынып, 2021 жылдың қаңтар айында іске қосылды. Бүгінгі таңда Күйкен жалпы білім беретін мектебінде 3 ауысымды оқуды болдырмау мақсатында 312 орындық қосымша ғимаратының құрылысы былтыр маусым айында басталды. Келесі жаңа оқу жылына пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар Бейнеу ауылындағы Атамекен жалпы білім беретін мектебінде 312 орындық бөлек тұрған оқу корпусының құрылыс жұмыстары биыл басталды. 2021 жылдың Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының 33-ші тармағын іске асыру мақсатында Бейнеу ауданы бойынша материалдық техникалық базасы жаңартылатын 4 мектеп Есет,
ауылындағы Махутов, Жангелдин, Мәдибегенов атындағы мектептерге енгізіліп, 18,5 миллион теңгеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы 4 мектепке 63,1 миллион теңгеге 3 жаңа модификацияланған кабинеттер ашылды. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының 59 тармағы бойынша ағымдағы жылы 115 орындық 2 жекеменшік балабақша ашылды. Жалпы ауданда 25 мектепке дейінгі ұйым бар. Оның ішінде 21-і мемлекет және 4-і жекеменшік болып табылады. Ауданда мектепалды дайындықпен қамту көрсеткіші 100%. Қазіргі таңда 1-6 жас аралығында мектепалды дайындық ұйымдарында 2686 бала тәрбиеленуде. Мәдениет пен спорт саласы. Мәдениет және спорт саласына бюджеттен 374 миллион теңге бөлініп, 1,3 миллион теңгенің ақылы қызметі көрсетілді. Жыл ішінде барлығы 905 мәдени шара өткізілді, 197 спорттық шара ұйымдастырылды. Аудан халқының 37,2%, яғни 26,932 тұрғыны спортпен шұғылданады. Жалпы ауданда 1 орталық стадион, 2 спорт кешені, 1 жекеменшік каспий жүзу бассейні, 31 спорт залы мен 32 ашық спорт алаңы жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда мәдени үйірмелерге 1294 өнерпаз қатысса, спорттық секцияларда 1680 бала жаттығады. Әлемдік пандемияға байланысты шектеулерге қарамастан, спорт және мәдениет саласында жетістіктеріміз аз емес. Республикалық 7-ші Ақбидай ауыл ойындарының облыстық іріктеуінде қазақша күрес және ерлер арасында өткен үстел теннис спорт түрінен Бейнеу ауданы командалық есепте 1-ші орынды иеленді. Жарылғап Нұрдәулет Қазақстан барысы республикалық турнирінен 3-ші орын, 2021 жылы Ресей Федерациясының Қазан қаласында өткен белбеу күресінен әлем чемпионатында аса ауыр салмақта 1-ші орынды иеленіп, 2021 жылдың жыл қорытындысымен жыл спортшысы 2021 жыл номинациясымен марапатталды. Биылғы жылы Есет, Сыңғырлау, Ақжігіт және Тәжен ауылдарына ашық футбол алаңын салуды жоспарлап отырмыз. Спорттық инфрақұрылым дамыту мақсатында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Боранқұл ауылынан спорт зал құрылысы салынуда. Жоба құны 316 миллион теңге. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар аталған бағдарлама аясында Бейнеу ауылынан спорт зал құрылысын салу жоспарлап отырмыз. Жобалық сметалық құжаттаманың құны 623 миллион теңгені құрайды. Денсаулық сақтау саласы. Аудан бойынша 11 денсаулық сақтау ұйымы бар. Әр ауылда дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік, акушерлік және медициналық пункттер жұмыс жасайды. Жалпы ауданда 110 дәрігер, 489 кіші медицина қызметкерлері бар. Қазіргі таңда аудан бойынша дәрігер мамандықтары тапшылық байқалады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша 2314 бала дүниеге келді. Өткен жылда коронавирус инфекциясы 558 адамнан анықталып, КВИ стационарда 538 адам ем алды. Бүгінгі таңда ауданда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Аурухананың дәрі-дәрмек қоймасында 52 миллион 580 мың теңгенің дәрі-дәрмегі мен медициналық бұйымдары жасақталған. Оның 2,7 миллион теңгесінің КВИ дәрі-дәрмегі және медициналық бұйымының қоры. Аудан бойынша коронавируске қарсы егілуге тиісті жоспар 37,210 адам. Бүгінгі таңда аудан бойынша бірінші компонентпен 20,277 адам егілді. Бұл 54,5% құрап отыр. Екінші компонентпен 18,460 адам егілді, 50% құрап отыр. Ревакцинациямен 3,147 адам қамтылған. Аудандық орталық ауруханаға 2020 жылы алынып қойылған компьютерлік томограф құрылғысы іске қосылды. Әлеуметтік сала және жұмыспен қамту саласына қатысты атқарылған жұмыстар жөнінде тоқталып өтейін. 2021 жылы ауданда 2930 жаңа жұмыс орынды құру жоспарланды. Жыл қорытындысы бойынша 2941 жаңа жұмыс орындары құрылды. Оның 89% немесе 2604 тұрақты жұмыс орны. Өткен жылмен салыстырғанда ашылған жұмыс орны 31 орынға көп. Жыл басынан бері 3659 адам аудан әкімдігіне және жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеуші ретінде өтініш білдірді. Олардың 2667-сі жұмыспен қамтылды. 461 адам басқа да белсенді шараларға тартылды. Атап айтқанда, нәтижелі жұмыспен қамтуды
қамтудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасының бірінші бағыты бойынша 102 адам техникалық және кәсіптік біліммен қамтылды. Екінші бағыт аясында 67 адамға 251,8 миллион теңгеге несие берілді. Жаңа бизнес идеяны іске асыру үшін 112 адамға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде барлығы 64,7 миллион теңге қайтарымсыз гранттар берілді. Бастау бизнес кәсіпкерлік негізгі курстарына 181 адам жолданды. Бағдарламаның үшінші бағыт аясында жұмыспен қамту ұйымдары арқылы тұрақты жұмысқа 1401 адам, жастар практикасына 228 адам, әлеуметтік жұмыс орындарына 56 адам, қоғамдық жұмыстарға 969 адам, алғашқы жұмыс орнына 13 адам жолданды. Халықтың аз қамтылған топтарын қолдау мақсатында жыл басынан бері 555 отбасы 3328 адамға 231,2 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленді. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 1 және 6 жас аралығындағы 883 баласына азық-түлік жиынтығы және гигиеналық топтамамен қамтамасыз етілді. Өмірлік қиын жағдайға тап болған 31 отбасына 2,4 миллион теңге, әлеуметтік маңызы бар аурумен ауыратын 33 адамға 2,1 миллион теңге, бір жолға әлеуметтік көмек беріліп, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және бала кезінде мүгедектігі бар жоғары оқу орындарында оқитын 8 балаға 4,3 миллион теңге оқу ақысы төленді. Және ай сайын 14,585 теңге мөлшерінде шәкіртақы тағайындалды. Барлық топтағы мүгедектерге және 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға барлығы 2752 адамға 193 миллион теңге төленді. Әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасылардың 2376 баласы мектептерде бюджет қаржысынан тегін тамақтандырылды. Өндіріс, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы саласына қатысты 2021 жылдың қорытындысымен 441,5 мың тонна мұнай мен 1 миллиард 88 миллион текше метр газ өндірілді. Алдыңғы жылмен осы кезеңмен салыстырғанда мұнай 33,4 мың тоннаға, ал газ 48,7 миллион теңге 48,7 миллион текше метрге азайып отыр. Ауданда тіркелген 32 лутас өндіру карьерінің 22-сі, 13 қиыршық құм өндіру карьерінің 2-і жұмыс жасап тұр. Бұл салада ауданның 400-ге жуық тұрғыны жұмыспен қамтылған. Олар жыл басынан бері 485-те 3000 текше метр лутас және 43-те 5000 текше метр қиыршық құм өндірді. 2021 жылдың қорытындысымен әрекетті шағын және орта бизнес саласы субъектілерінің саны 3329 бірлікті құрады. Ол 2020 жылмен салыстырғанда 21,9% жоғары. Оның ішінде заң тұлға 170, дара кәсіпкерлер 2659, шаруа қожалықтары 500. Бұл салада жұмыспен қамтылғандардың саны 10 мыңнан астам адамды құрайды. Олармен 1,3 миллиард теңге салық төленіп, аудандық бюджеттің меншікті кірісінің 35,3%-ын құрады. 2021 жылдың қорытындысымен 1460 тонна ет өнімі өндірілді. Бейнеу ауданы бойынша 2021 жылдың қорытындысымен жылыжайлардан 45-те 4 тонна жылыжай өнімдері алынды. Бейнеу ауданы бойынша 3 шаруа қожалық ашық егістік алаңымен айналысып, 2021 жылдың қорытындысымен 259 тонна өнім жинақталды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы шеңберінде барлығы 24 жоба, қаржысы 4 миллиард 262 миллион теңге, оның ішінде 4 миллиард 152,4 миллион теңге, 15 жоба субсидияланса, 106,3 миллион теңгеге 8 жоба кепілдендірілді, 3,9 миллион теңгеге бір жобаға грант берілді. Нұркапитал өңірлік бағдарламасы аясында 2021 жылы 16 миллион теңге көлемінде бір жоба мақұлданды. 10 жұмыс орнын ашылу жоспарланып отыр. Бағдарлама басталғалы жалпы көлемі 231,3 миллион теңгеге 15 несие берілді, нәтижесінде 82 жаңа жұмыс орны құрылды. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен 259,9 миллион теңге көлемінде 3 жоба мақұлданып іске асырылды, 13 жаңа жұмыс орны құрылды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту еңбек бағдарламасы аясында 309 миллион теңге болатын 81 несие беріліп, 83 жаңа жұмыс орны құрылды.
Бүгінгі таңда ауданда Жаңаөзен газ өңдеу зауытының лимиті бойынша газ алатын 23 газ сату станциясы бар. Газдың бағасы 45 пен 55 теңгенің арасында. АИ-92 маркалы бензин 177 мен 180 теңге аралығында. Дизель отыны 210 теңге, 230 теңге көлемінде сатылуда. Күнделікті мониторинг жүргізіледі. Газ жағармай қоры жеткілікті. Сауда-саттық саласына жер телімін беру ауданның бас жоспарына сай заң шеңберінде 30 кәсіпкерлік нысан ашу мақсатында жер телімі берілді. Қуаңшылыққа байланысты атқарылған жұмыстар. Аудан бойынша жемге қажеттілік 12.243 тонна, орындалысы 11.181 тоннаны құрады. Шөпке қажеттілік 16.000 тонна, орындалысы 16.026 тоннаны құрады. Ауданға еріктілердің ұйымдастыруымен 442 тонна шөп, 60 тонна жем келіп, 3600 отбасына тегін таратылды. Қуаңшылыққа байланысты ауданға қарасты 2304 жеке қосалқы шаруашылық пен 167 шаруа қожалықтарындағы аналық мал басына 252,2 миллион теңге көлемінде бір жолғы көмек ақша берілді. Бейнеу ауданы әкімдігі СПК Каспий акционерлік қоғамы арқылы шөп әкелу жоспарланды. Оның 1646 тонна шөп қысқы қорға жинақталды. Жем тасымалына барлығы 2 оператор берілген. 179 миллион теңгеге 1777 тонна жемді әкелу жоспарланды. Оның 569 тонна жем қоры қалыптастырылды. Сонымен қатар Ақмола облысы Астрахан ауданының шаруаларымен келісім жасалып, 800 тонна арпа нарықтағы бағадан 16 теңгеге төмен бағада, яғни 1 килограммы 110 теңгеден сатылды. Одан бөлек СПК Каспий акционерлік қоғамы арқылы 128 тонна бидай 105 теңгеден, яғни нарықтағы бағасынан 22 теңгеге арзан сатылды. Жергілікті Ақтан шаруа қожалығымен ауданға қарасты Көлеңкелі аймағынан 2000 тонна мал азығы, яғни шөп дайындалып, аудан көлемінде 900 теңгеден сатылды. 2021 жылы Маңғыстау облысына мал азығы шығынын субсидиялау бойынша 100 миллион теңге қаржы бөлінді. Бұл қаражаттан Бейнеу ауданының 47 шаруа қожалығы 44,5 миллион теңгесін, яғни 44,5%-ын иеленді. 13 шаруа қожалығы иесінің 10,6 миллион теңгесі резервке қойылды. Бейнеу ауданы бойынша белгіленген операторлардағы 43.647 түк шөп Казимпекс Ақтау қоры арқылы нарықтағы бағадан 440 теңгеге, яғни 1200 теңгенің шөбі 760 теңгеге арзандатылып сатылды. Сонымен қатар 20 килограммдық қабы 1500 теңгеден 1025 тонна, 20 килограммдық қабы 1000 теңгеден 294 тонна жем сатылды. Алдағы уақытта барлығы 857 тонна жем жеткізілу жоспарлануда. Оның 367 тоннасы ауыл шаруашылығы министрлігі арқылы, 490 тоннасы ауданға қарасты операторларға қатысты. Қазіргі таңда Ақжігіт ауылына бір вагон жолданып отыр. Бүгінгі таңда ауданы тұрғындарының 95% орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған. 2021 жылы ұзындығы 11,6 шақырымды құрайтын, құны 235,7 миллион теңге құрайтын Ақжігіт ауылдық елді мекеніне сумен жабдықтау желісінің құрылысы жүргізілді. Қазіргі таңда аталған құбырды Ақжігіт ауылын сумен қамтамасыз етуші ұйым Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнына беру жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар Самноғай Тұрыш ауылдарын орталықтандырған ауыз сумен қамту мақсатында жобалық сметалық құжаттамалар дайындалуда. Жазғы маусымда Бейнеу ауылында су жетіспеушілігі байқалады. Бұл мәселені шешу мақсатында Бейнеу ауылында орналасқан су тазарту ғимаратына қосымша 20.000 метр куб болатын резервуар салу жоспарланды. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамасы жасақталуда. Қаржыландырылған жағдайда бұл нысан бойынша құрылыс жұмыстары басталады. Аудан бойынша газ желілерінің жалпы ұзындығы 558,8 км, оның ішінде 422 км төмен қысымды, 45,6 км орта қысымды, 91 км жоғары қысымды газ құбырлары. Аудан табиғи газбен 100% қамтылған. Аудан тұрғындарының 23% бірнеше жыл бұрын
тұрғындардың өз есебінен тартқан тозығы жеткен газ құбырлары мен табиғи газды тұтынып отыр. Газ құбырлары техникалық талаптарға сай емес жерлері бар, сондықтан жылыту маусымы кезінде газ қысымы жетіспеуі байқалады. Бұл құбырларды ауыстыру мақсатында Бейнеу ауылындағы 35 көшеге және Сарға, Есет, Ақжігіт ауылдарына газ құбыры құрылысын жүргізу мақсатында жобалық сметалық құжаттар жасақталды. Бюджеттік өтінім берілді. Бүгінгі таңда Бейнеу ауылындағы 8 көшеге газ құбырын жүргізу жобасы қаржылық қолдау тапты. Электр энергиясымен қамту бойынша ауданда электр қуатының жетіспеушілігі мәселесі аудан орталығы Бейнеу селосында жаз маусымында орын алады. Электр энергиясы қуатын жоғарылату мақсатында 2020 жылы ауданға 11 трансформатор, 2021 жылы 16 трансформатор орнатылды. Сонымен қатар Бейнеу ауылына ұзындығы 15-5 шақырымды құрайтын жоғары кернеулі электр желісі құрылысын жүргізілуде. Жобаның құны 179 миллион теңге. Бұл жоба толығымен орындалған жағдайда аудан орталығында өзекті коммуналдық мәселелердің бірі шешімін табады. 2021 жылы Бейнеу ауылындағы Майлин, Сәтбаев көшелеріндегі 312 дана жарық шамдары жаңасына ауыстырылды. Сыңғырлау ауылына 46 дана, Есет ауылына 65 дана диодтық жарық шамдары орнатылды. Және Ақжігіт ауылында 11 дана жарық шамы диодтық жарық шамына ауыстырылып, қосымша 56 дана шамдар орнатылды. Бейнеу ауылының тұрғындары аудан әкімдігімен бірлесіп ауыл көшелерінде Бейнеу ауылының көшелерінде жарықтандыру өз үлестерін барынша қосуда. Атап айтқанда 2020 жылы 37 көшеге, 2021 жылы 21 көшеге жарық шамдар орнатылды. Аудан бойынша 497 шақырым автокөлік жолы бар. Оның ішінде 178 шақырымы аудандық маңыздағы, 312 шақырымы ауылшылық жолдары. Аудандық маңыздағы автокөлік жолдардың 36-та 5% қатқыл табанды, жергілікті маңыздағы автокөлік жолдардың 35-те 8% қатқыл табанды. 2021 жылы Төлеп ауылына ұзындығы 4-те 3 шақырымды құрайтын автокөлік жолының құрылысы толықтай аяқталды. Жоба құны 86,5 миллион теңге. Сонымен қатар ұзындығы 2-де 6 шақырымды құрайтын Ақжігіт ауылы нөмір 2 құрам бөлігіне автожол құрылысы жүргізілуде. Мердігер мекеме Промстроймонтаж. Жоба құны 104,5 миллион теңгені құрайды. Осы биыл 2022 жылы бұл жолды толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Ұзындығы 70 шақырымды құрайтын Сыңғырлау Самноғайты Тұрыш аудандық маңыздағы автокөлік жолы бар. Бұл жолды күтіп ұстау мақсатында 2021 жылы 27 миллион теңге жөндеу жұмыстар жүргізілді. Биылғы жылда аталған жолды жөндеуге қосымша қаржы қарастыруды жоспарлап отырмыз. Бейнеу ауылында 14-те 2 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық сметалық құжаттама дайындалып, бюджетке өтінім берілді. Жоба құны 269 миллион теңге. Боранқұл ауылындағы 2 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық сметалық құжаттама дайындалып, бюджетке өтінім берілді. Жоба құны 81 миллион теңге. Құрметті брифингке қатысушылар, Бейнеу ауданының 2021 жылғы әлеуметтік экономикалық даму бойынша атқарылған жұмыстардың қорытындысы бойынша баяндама осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, журналистер, егер Бейнеу ауданы әкіміне сұрақтарыңыз болса, дәл қазір қоюға рұқсат, одан кейін әлеуметтік желідегі сұрақтарға кезек береміз. Жарайды, ендеше сұрақтар болмаса, әлеуметтік желідегі сұрақтарға кезек берейік. Инстаграм әлеуметтік желісінде келген сұрақтың біріншісі бұл 6-шы ауылға балдарға спорт кешені керек, орталыққа спортқа қатынайды, қашан осы орындалады дейді. Жалпы ауданымызда жаңа спорттық инфрақұрылымның дамуы бойынша қысқаша айтып өттім. Аудан орталығында 2 спорт кешені бар. Тағы да спорт зал құрылысын 6-шы ауылдан шындығында орталыққа қатынауға балдарға ыңғайсыз. Сондықтан аудан орталығындағы 6-шы ауылға биыл біздер спорт зал салуға жоспарлап отырмыз. Құны 625 миллион теңгенің қазіргі таңда
осы мемлекет сатып алу конкурсы жарияланды. Спорт зал салынады 6 ауылға. Яғни жақын арада балалар қуантады екенсіздер ғой. Келесі сұрақ, Бейнеуге балаларды мектепке таситын автобус керек дейді. Қоғамдық көліктердің жағдайы яғни. Енді біздерде шындығында осы Бейнеу ауылында мектептен шалғай жерлерден қатынайтын оқушылар бар. Бұл мәселені шешу мақсатында биыл біздер Бейнеу ауылындағы Бейнеу мектебіне шалғайдан қатынайтын балдарға 2 автобуске қаржы қарастыру жөнінде білім басқармасына ұсыныс бердік. Ұсыныс қолдау тапты. Қазір осы мердігер мекемені анықтап жатыр. 2 автобус бұл жерлерде қатынау жүргізіледі. Келесі сұрақ, Кенжебек Ұзақов есімді Facebook әлеуметтік желісіне жіберген екен. Төлеп ауылын есеп беру кезінде ауыл ақсақалдарының және тұрғындарының қойылған талап арыздарын уақыт өткізбей шешуін сұраймыз. Яғни бірінші тепке жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мекемесіне мердігер мекемемен кездесу ұйымдастырып, ауылдың жұмыссыз азаматтарды жұмысқа тарту мәселесін шешу. Екінші, жалпы биыл Төлеп ауылында қандай жұмыстар атқарылатынын айтсаңыз дейді. Төлеп ауылына қатысты осы тепке деген жаңадан кен орын анықталды. Былтыр бұрғылау жұмыстары жүргізіліп, Бейнеу ауданының территориясынан бір ұңғыма бұрғыланды. Мұнай ол жерде анықталды. Осы тепке жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің вице-президентімен, сол атқарушы директормен, ауыл тұрғындарымен Төлепке барып өзім кездесу өткіздім. Бұл кезде олар енді әлеуметтік қолдау мақсатында Төлеп ауылына балалар ойын алаңын салып берді. Сонымен қатар осы қуаңшылыққа байланысты 5000 түк шөпті ауыл тұрғындарына таратып бер жеткізіп. Енді бұлармен біздер алдағы уақытта өздерінің осы геологоразведкасы жүріп жатыр. Мұнайдың қалғанда жерлерінен анықталған жағдайда меморандумға отырып, кен орнында жаңа жұмыс орындары құрылған кезде аудан әкімшілігімен бірігіп, осы бірінші кезекте Төлеп ауылының жастарын, жұмыссыздарын жұмысқа тарту жөнінде келісімін берді. Бұл жөнінде байланыс бар. Алдағы уақытта Төлеп ауылына көптеген инфрақұрылымға қатысты сұрақтар болған. Су тазарту ғимаратының мәселесі шешілді 2019 жылы. 2021 жылы жаңа айтқан 4-3 километрді құрайтын ауылға кірме жолы салынып берілді. Бұдан басқа тоқ әлсіз деген жерінен аудан орталығынан 90 шақырым жаңа тоқ желісі, электр энергия желісі тартылды. Алдағы уақытта да ауылшылық жұмыстар жалғасын табады. Келесі сұрақ, дәл осы тұрғыннан келген екен. Кенжебек Ұзақовтан: Төлеп ауылына АГЗ салу мәселесін кәсіпкер тарта отырып шешу, яғни осыған аудан басшысы есебінде қолға алып шешіп берсеңіз дейді. Жақсы, бұл мәселені өткенде осы Төлеп ауылының азаматтарымен кездескен кезде бұл мәселе қойылды. Бұл кәсіпкерлік саласына жататын сұрақ. Біз енді аудан орталығында бүгінгі таңда жасап тұрған аудан көлемінде 23 газ құю станциясы бар. Азаматтармен кездесіп, бұл жөнінде ұсыныс беретінімізді айттық. Сол егер Төлеп ауылынан да кәсіпкер шығып жатса, құба-құп біз жер бөлуге дайынбыз. Ары қарай газ лимитіне қатысты сұрақ туындайтын болса, бұл жөнінде де жұмыс жасаймыз, кәсіпкер алса. Рахмет. Келесі сұрақ болғанда тілек және ары қарай сұрағын жалғастырған екен. Жәнібек Қосаман: аудан әкіміне алғысым шексіз. Қазіргі таңда ауылымызда көп өзгерістер болып жатыр. Асау Батыр көшесіне, Катя мектебіне дейінгі түнгі жарық шамдар орналастырса жақсы болар еді дейді. Асау Батыр көшесіне. Жақсы, енді аудан орталығында жалпы Бейнеу селосында 154 көше бар. Оның ішінде жаңа айтылып отқан ауыл тұрғындарымен біздер ынтымақтастықта бірлікте 60-тан астам көшені ауыл тұрғындарымен бірге отырып жарықтандырдық. Яғни ауыл тұрғындарымен, сол көшенің тұрғындарымен де біздер кездесу өткіземіз. Болмаса бюджет қаржысынан бұл көшені жарықтандыру жолдарын қараймыз. Барлық көшелерге жарықтандыру кезең-кезеңмен біздің жоспарымызда қойылды. Алдағы уақытта Асау Батыр көшесінде біздер қарайтын боламыз. Рахмет сұрағыңызға. Келесі сұрақ, Төлеп ауылына АГЗ салу мәселесін кәсіпкер тарта отырып шешу, яғни осыған аудан басшысы есебінде қолға алып шешіп берсеңіз дейді.
Жаңа баяндамаңызда айтып кеттіңіз, Бейнеу ауылында жалпы жаз мезгілінде электр энергиясына деген әлсіздік байқалатын туралы. Енді осы жағдайға байланысты қандай жұмыстар атқарылуда? Трансформаторлар алдағы уақытта қою немесе осы жарық кернеулерін орнату жоспарда бар ма? Бұл жұмысты былтыр бастап кеткенбіз. Аудан орталығы Бейнеуде, шындығында жаңа айтылып отқан аудан халқының 77% шоғырланған. Бейнеу селосында бүгінгі таңда 55.500 халық тұрады. Соңғы санаққа сәйкес халық саны өскен сайын, жаңадан тұрғын үйлер салынған сайын, толық желілерінің көлемі ұзарып келе жатыр. Толық желісі ұзарған сайын оған жүктеме де күшейеді. Осы жүктемелерді азайту мақсатында біздер былтыр 179 миллион теңгеге МРЭК станциясынан қосымша 2 ұяшық салып, 2 фидер салып, содан тоқ желісін тартып келе жатырмыз. Осы март-сәуір айларында бұл жоба аяқталады, құрылыс монтаж жұмыстары. Сонымен аудан орталығындағы осы тоқ жетіспеушілік деген үлкен мәселе шешім табады деп есептеп отырмыз. Келесі сұрақ. Бейнеу ауданында 2021-2022 жылдары жұрттан неше түйе, жылқы, сиыр өлген туралы ақпарат бар ма екен дейді. Бүгін таңда ауданымыздың мал саны, шартты мал саны 158 мың құрап отыр. Біздердегі осы ветеринарға хабарласып тіркелген мал шығыны 142 басты құрап отыр. Енді ауданымызда бұл ахуал бойынша ауыл шаруашылық кәсіпкерлермен күнделікті біздерде байланыс орнатылған, арзандатылған жем, шөп жөнінде жеткізу, оны жаңағы жан-жақтан бізге көмек ретінде келген солтүстік Қазақстан облысы, Шымкент облысына келген шөп таратқан азаматтарға өткенде ауданымыздың бір тұрғыны алғысын жариялады, 1 наурыз күні. Сол енді сол азаматтарға осы сәтті пайдаланып мен алғыс айтамын. Сол азаматтарында жолдаған шөптерін біздер осы тегін таратып бердік. Енді шығын мал басы, ресми тіркелген мал басы саны 142 бас. Келесі сұрақ, Күйкен балабақшасы туралы жазған екен. Күйкен балабақшасына кіші топқа орын жоқ дейді, жаңа топ ашылса екен, жекеменшік балабақшаға беретін жағдайымыз жоқ деп Инстаграм әлеуметтік желісінде өзінің сұрағын жіберген. Бүгін таңда егер енді ол туындап жатса, мен қазір Күйкен мектебіндегі жаңа кіші топта орын бар жоғын нақты біле алмаймын, бірақ енді жеке сұрағымен мен қабылдауыма келетін болса, бұл мәселесін шешуге тырысамыз. Енді айтылып отқан жекеменшік балабақшалар салу жөнінде 4 жекеменшік балабақша бар ауданымызда. Алдыңғы жылдарда ашылған жекеменшік балабақшалар бар. Оның тиімділігі өте жақсы. Жаңа айтылып отқан мемлекет балабақшадан кем емес, тәрбиешілер, тамақтандыру, басқа да ішіндегі ойын бөлмелері бәрі де толықтай қамтылған. Жекеменшік балабақшамен мемлекет балабақшаның жаңағы төлемақысында көп айырмашылық жоқ. Себебі жекеменшік балабақшалар жаңа айтылып отқан мемлекеттік заказбен бала қабылдап отырса, олардың көптеген мөлшердегі жаңа баланың тәрбиелеудегі шығынын үкімет көтеріп отыр. Жеке қабылдауға келуіңізге болады. Келесі сұрақ. Бейнеуде Шәкәрім көшесінде бесхозный болып тұрған дүкен ғимараты тұр. Ешкім келмейді бұл жерге. Есі жоқ болса, үкіметке алып, көше балаларына ойын алаң жасап берсе, балалар жол бойында ойнауға мәжбүр дейді. Жалпы осы Бейнеудегі ойын алаңдарының жағдайы туралы айтып өтсеңіз, жеткілікті ме, балаларға алдағы уақытта салу жоспарда бар ма? Жалпы ойын алаңдарын бүгінгі таңда ауыл азаматтарымен салынып жатыр. Енді бұрын осы Ыбырай Алтынсарин мектебінің түлектерінің қолымен Бейбарыс көшесінің бойынан спорт алаңы салынып, оның қасынан балалар ойын алаңы салынып, сонымен жаңағы 63 мен 62 үйдің арасында Жұмағали Қалдықараев мектебінің
түлектерімен сондай ойын алаңы салып, Абай мектебінің жанынан Абай мектебі түлектерінің қарсысына осындай ойын алаңы салып, қазіргі таңда 6-шы ауылдан Жылқыбаев көшесінің алдынан Атамекен мектебінің жанынан сол ауылдың азаматтары үлкен спорт алаңын салып жатыр. Қасынан балалар ойын алаңы да салынады. Жалпы орталық стадионға да бір кәсіпкердің көмегімен балалар ойын алаңы салынып, бұндай жобалар рет-ретімен іске асырылуда. Енді жоспарда бар, ауыл азаматтармен ынтымақтастықта бұл жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Сұрағыңызға рахмет. Шәкәрім көшесі бесхозында Енді Шәкәрім көшесінің қасында бойында тұрған, бесхозында тұрған дүкен бойынша енді бұл мәселені біз қолға аламыз, өзіме түртіп алам. Бұл мәселені көтереміз, иесін анықтаймыз. Енді жекеменшіктегі ғимарат болатын болса, біз енді оны бұзып, бір ғимарат салуды, басқа да бір ойын алаңын салып береміз деп уәде бере алмаймыз. Себебі жекеменшіктегі дүние, иесін анықтайық, ары қарай иесімен жұмыс жүргіземіз. Келесі сұрақ: мүгедек балаларға арналған оңалту орталығы таңертеңнен кешке дейін ішінде психолог, логопеді болса, яғни мамандары бар оңалту орталығы ашылса екен дейді. Өзінің осындай тілегін білдірген екен. Бізде түзету кабинеті бар, мектеп жасындағы балалардың, мектеп алды дайындық жастағы балалардың келіп, оқып, сол жерден арнайы мамандармен тәрбиеленетін түзету кабинеті бар. Балаңызды сол жерге келсеңіз болады. Я болмаса Жайдарлы мемлекеттік емес ұйымы бар, Наби апай, Айлаша Набия дейтін апамыз осындай балдармен жұмыс жасайды. Басқа да мүгедектігі бар балдармен аудандық спорт мектебінің жанынан біздер арнайы спорт кабинетін ашып бердік. Егер балаңыз спортпен айналысқысы келетін болса, сол жерге де келуге болады. Егер нақты мәселе болатын болса, мен қабылдауыма келсе, біздер сұхбат жүргізіп, мәселеңізді сол жерде талқылауға дайынбыз. Келесі сұрақ: жетім Шолтаман көшесінің электр қуаты тым төмен, жағымыз әлсіз. Сол себепті жетім Шолтаман көшесіне трансформатор керек дейді. Жақсы, жаңа айтылып отқан Шолтаман көшесі бойынша мәселені мен түртіп қоям. Дегенмен мана айтып өттім, аудан орталығына келген тоқ желілерінің ұзарып кетуіне байланысты оның жаңа жүктемені көтере алмай қалып тұр. Әрі жаңа айтылып отқан тоқ желілерінің ұзындығы 16,5-15 километрді құрап отыр. Абоненттерінің санында 3650, 3000 жарымнан асып кетіп отыр. Сондықтан тоқ жүктемесін көтере алмаған жерлерде тоқ әлсіздігі бар. Биыл біздер ол мәселені нақты шешеміз. Жаңа айтып отқан 2 қосымша ұяшық салынды, содан тартылған жаңа 2 тоқ желісін жаңа абоненттерді айырғаннан кейін тоқ энергиясы жеткілікті болады. Келесі сұрақ: дәл осыған ұқсас сұрақ. Енді Самал көшесінің светі славы дейді, жазда тоқ көтермейді дейді. Енді осыған байланысты жауабыңыз болса? Жалпы жаңа айтып өттім, енді растаймыз, аудан орталығында тоқ жетіспеушілігі бар. Енді ол мәселені шешеміз. Келесі сұрақ: енді жалдамалы пәтерлер бойынша қойған екен. Корпустардағы пәтерлерді жалдауды тоқтатса екен, тексерулерге жүргізілмейді. Неше түрлі адамдар келеді, соны тексерсеңіздер дейді. Аудан орталығында 55 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Барлығының иелері анықталған. Енді жекеменшік біреудің дүниясы, шындығына келгенде бұлардың жаңағы жалдауға беріп, өзінің табыстауына, біздер табыстауына шектеу қоя алмаймыз. Бірақ дегенмен жаңа ұсынысқа сәйкес салық комитетімен арнайы құзыретті органдармен жұмыс жасаймыз. Егер нақты осындай үй, осындай пәтерде, осындай бізге ыңғайсыздық келтіріп отырған көрші бар дейтін болатын болса, біз онымен де жұмыс жасауға дайынбыз. Енді аудандағы білім саласында үш ауысымдықты жою мақсатында қандай жұмыстар жасайсыздар деп сұрақ берген екен.
Жалпы аудан орталығында Боранқұл ауылында бір мектепте, аудан орталығында 3 мектепте осы 3 ауысымдық мәселесі бар. Енді оны шешу жолдарын осы алдымыздағы 3 жылдан бері, өткен 3 жылдан бері біздер жұмыстанып келеміз. Енді жаңа айтылып отқан Атамекен Күйкен мектебіндегі мысалға келтіре кететін болсақ, қуаттылығы, сыйымдылығы 650 орындық мектепте бүгінгі таңда 3100 оқушыға дейін оқып отқаны анықталды. Бүгінгі таңда жаңа айтылып отқан Күйкен мектебіне қосымша құрылыс, 312 орындық қосымша құрылыс басталды. Биыл осы жаңа оқу жылына дейін ол тапсырылады. Атамекен мектебінің жанынан 312 орындық қосымша құрылыс мектеп ғимараты салынып биыл басталды. Абай мектебінен де айналасынан біздер жер қарап жатырмыз. Ол жерден де осындай қосымша құрылысты салуды алдағы уақытқа жоспарға қойып отырмыз. Алдыңғы жылдары Абырай Алтынсарин және Жұмағали Қалдығарайып мектебінің жанынан қосымша мектеп ғимараттары салынды. Ол жердегі 3 ауысымдықтың алдын алу мәселесі шешілді. Ол жерде қазіргі таңда балалар сыйымды еркін мектебінде оқып жатыр. Бұл сұрақ күнделікті бақылауды аудан әкімдігімен, білім басқармасымен, аудандық білім бөлімімен. Рахмет. Келесі сұрақ. Бізге дейді, мектептің қасынан мешіт салуды тоқтатсаңыздар, оның орнына балабақша өте қажет дейді. Бүгін таңда мемлекеттік балабақша салуға қаржы бөлінбей отыр. Жаңағы айтқан жекеменшік балабақша ашуға кәсіпкерлердің мүмкіндігі бар. Я болмаса салынып тұрған ғимараттарды сол бейімдеп, балабақшаға бейімдеп, содан кейін сол балабақшаға мемлекеттің қаржыландыруымен жұмыс жасауға мүмкіндігі бар. Жаңа айтылып отқан жаңа ауданымыздың орталығында орталық мешіт бар. 6-шы ауылдың тұрғындары орталыққа қатынауға қиындық танытқандықтан бұрыннан қойып жүрген мәселесі 6-шы ауылдан мешіт салу жөнінде. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкер сол 6-шы ауылдан мешіттің құрылысын заңға сәйкес жерін белгілеп, қажетті қаулыларды шығарып, сол жерде мешіт құрылысын бастады. Мешіттің ешқандай келтіретін зияны жоқ деп есептеп отырмыз. Қоғамда бұл мешіттің салынуы қолдау тауып отыр. Және де ол мектептің солтүстік шығыс бағытында, мектептің арт жағында, солтүстік шығыс бұрышында орналасқан, балдарға кедергі келтіреді деп, бүгінгі таңда біздер онда кедергі көріп отқан жоқпыз. Рахмет. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе? Менің сұрайын дегенім, тәжен постты ашуға көмектессеңіз, бауырлармен қарым-қатынас қиын болып тұр, алып жатқан бауырымыз бар еді, соған қиын ем қабылдауымызға керек дейді. Бұл мәселе бойынша ауыл тұрғындарының осындай өтініші бойынша мен Өзбекстан Республикасының осындағы генконсулына телефон соғып сөйлестім. Бұл мәселе алдағы уақытта бұл мәселе бүгінгі күні шешім таба қойған жоқ. Карантин талаптарға сәйкес шектеулер болды. Арада қарым-қатынас пойыздар тоқтады. Алдағы уақытта осы жөнінде ұсыныстар жан-жақты үкіметке беріліп жатыр. Ортадағы Өзбекстан Республикасымен осы арада қатынайтын пойызды іске қосу жөнінде ұсыныстар берілді. Оны нақты қай күні шешім табатынын айта алмаймын, бірақ мәселе жеткізілді. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе? Бейнеу ауданы әкімі Бейнебек Әбілов мырза, сізге деген сұрағым. Үкімет үйлерін термит шаян басып кетті, дәрілеп дезинфекция жасау керек жөнінде және жолға, яғни тас жолдар керек деп жазған екен. Жаңа алдында айтып өттім, ауданымызда 154 көше бар, оның 66-сында асфальт қатқыл табанды жолдар салынған. Алдағы жылда біздер 20-ші жылғадан кезең-кезеңмен
ауылшылық жолдарға орташа жөндеуге жобалық сметалық құжаттама жасаттық. Бюджеттік өтінім берілді. Соңғы осы 2020-2021 жылдары 48-ге жуық көшеге біздер асфальт тарттық. Алдағы уақытта осы жасақталған жобалық сметалық құжаттаманы қаржыландыратын болса, біз жаңа айтылып отырған көшелерге де, қалған көшелерге де асфальт тартамыз. Оның барлығы енді осы қаржыға байланысты. Ол бір. Екіншісі, термит бойынша коммуналдық меншіктегі тұрғын үйлер бар. Егер енді сол термитте отырған мәселе жөнінде арнайы осыған жауапты бөлімдер бар. Олар енді нақты адресін көрсетсе, барып қарап, жаңағы мәселені шешу жақтарын қарайды. Енді термит ауылымызда бар екені рас. Маңғыстаудың ойында да, қырында да осы термит бар екені рас. Енді ол бір үйден шығады, бір үйден шықпайды. Дегенмен оған қазіргі таңда шешімін тапқан әртүрлі бір дезинфекция жасайтын улары бар. Соны пайдалануға мүмкіндік бар. Енді нақты адресіңізді көрсетіп, осы чатқа, я болмаса аудан әкімдігінің ресми сайтына жолдасаңыз, бір ары қарай комиссия жолдап, үйіңіздің ішін анықтаймыз. Келесі сұрақ жұмыссыздыққа байланысты қойылған, яғни бос жұмыс орындары ашыламайды. Жалпы ауданда осы жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатыр? Қанша жұмыссыз азамат кезекте тұр? Енді шындығында жұмыссыздық мәселесі тек қана облыстың басқа аймақтарында емес, ауданда да байқалады. Былтыр 2930 жаңа жұмыс орнын құру жоспарланды. 2971 жұмыс орны құрылып, жаңа айтылып отқан 31 орынға көп. Біздер жұмыссыздыққа тіркелген азаматтарды жұмысқа тарту шараларын толыққанды атқарып отырмыз. Бұл енді қоғамдық жұмысқа тарту жолдары, болмаса жаңағыдай еңбек KZ дейтін арнайы сайт бар. Сол жерде бос орындар жәрмеңкесі, болмаса босаған орындарға біздер жұмыспен қамту орталығы арқылы жолдап отырмыз. Бұдан басқа біздер Теңгесіздегі сервис компаниялармен, оның алдыңғы жылдары Ақмола облысындағы әртүрлі фабрикалармен, Тұқпаран ауданының әкімдігінің осы бос жұмыс орындарына қатысты мәселелерді бір талқылап, бос орындарға ауылдың азаматтарын, барам деген азаматтарын жолдап отырмыз. Енді алдағы уақытта жаңа айтып отқан текпе кен орны ұлғаятын болса, мұнай өндіріп бастаса, айтып отқан мұнай өндіру қалашығы салынып жатса, жұмысшыларды қабылдайтын болса, біз сондай мекемелерге, бос жұмыс орындарына аудан халқын жолдаймыз. Келесі сұрақ, жеке кәсіп ашқым келеді. Осы байланысты қандай көмек бар, жеңілдетілген несие беріледі ма дейді? Жалпы ұлттық мемлекеттік бағдарламалар бар. Қарапайым заттар экономикасы, агроқаржылық несие, сосын атамекен жанынан микроқаржылық ұйым, сондай қаржылық институттар бар. Жеңіл пайызбен 6%, кейбір жағдайларда жаңа айтылып отқан көп балалыларға 4%-ық жеңілдетілген пайызбен несиелер беріледі. Ол жөнінде нақты біздің аудандық әкімдікке қатысты кәсіпкерлік бөлімі бар. Сол жердегі мамандардың қабылдауына барсаңыз, толыққанды сізге түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сізбен ары қарай жобаларыңыз бойынша жаңағы кеңес беріп, сізбен жұмыс жасауға дайын. Аудан әкімдігінің бірінші қабатында сервистік әкімдік бар. Сол жерге келсеңіз, барлық сұрақтарыңызға жауап табасыз. Келесі сұрақ, сіздің Бейнеудегі қабылдауыңыз қашан болады дейді? Мен Бейнеуде айына 2 рет ресми қабылдауым бар. Бұдан басқа бос кезімізде келген азаматтардың бәрінде қабылдау өткізіп отырмын. Өзіңізге ыңғайлы кезеңде келсеңіз, мүмкіндік бар сізді қабылдауға. Келесі сұрақ, Бейнеу ауданы архив мекемесіне жаңа ғимарат қашан салынады екен? Қазіргі уақытта қабылдайтын құжаттар ғимараттың ескі әрі тар болғандықтан қабылдау мүмкіншілігі болмай отыр. Бұл мәселелер бойынша
біздер жоспарға қойдық. Жаңа архивтің ғимараты, кеңейтілген жаңа мұражай ғимараты, бұдан басқа тағы да қосымша үлкейтілген мәдениет үйін салу мәселелері біздің алдымызда тұр. Оны жоспарға қойып отырмыз. Алдағы уақытта жобалық сметалық құжаттамасын жасақтап, архив салуды жоспарға қойып отырмыз. Енді келесі жыл салып береміз деп айта алмаймыз. Келесі жылға дейін жобалық сметалық құжаттамасын аяқтасақ, бюджеттік өтінім береміз. Шешімін тапса, архивке де ғимарат керек екенін біз біліп отырмыз. Келесі сұрақ бұл коммуналдық қызмет, яғни тарифтердің байланысты қойған екен. Осы тарифтердің бағасы көтеріліп жатыр және азық-түлік бағасы көтеріліп жатыр. Осыны қадағалайтын адамдар болса, және қандай да бір тексеру жүргізіп жатыр ма деген екен. Тарифтерге қатысты, газ бен тоққа қатысты мәселелерді аудан тұрғындары айтып жатқанын біз білеміз. Бұл мәселелер бойынша біздер ауылдың елді мекендерінің халқымен осы ауыл әкімдерінің есебін тыңдау кезінде талқылаулар жүргізіп жатырмыз, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тарифтерді реттеу шындығында менің қолымда емес, дегенмен бір мәселені өткендегі аудандарды аралаған екі мәжілістің депутатына да бұл мәселе айтылды. Еділ Жаңбыршин мен Самат Мұсабаевқа. Бұл жөнінде облыс әкіміне де халықтың сұранысын біздер жеткізіп жатырмыз. Дегенмен жаңа айтылып отқан газ мәселесі бойынша Атыраудағы газ бағасымен салыстырмалы түрде айтады, басқа да облыстармен салыстырмалы түрде біздің облысымызда газ бағасы арзан. Алдағы уақытта да енді осы заң шығарушы органның жаңа айтылып отқан депутаттарға мәселе жеткізілді. Алдағы уақытта енді осы арзандатылу болатын болса, сізге осы ресми айтылып отқан бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша хабарланады. Енді газға қатысты бізге осындай 100 куб қосылып кетті, 50 куб қосылып кетті дейтін мәселелерді ауыл тұрғындарымен кездесу үшін де біздер анықтап жатырмыз. Трансгаз аймақ аудандық бөлімшесінің басшысымен осы халықтарға түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Енді айтылып отқан жаңағы азық-түлік бағасына қатысты біздің аудан орталығымыз Атырау мен Ақтау қаласының ортасында орналасқан, екеуінен де 500 шақырым жерде. Қай жерде азық-түлік арзан, сол жердегі жаңа айтылып отқан оптовый складтардан азық-түлік ауыл кәсіпкерлерімен тасымалданып отыр. Қанша ірі сауда орны бар, біз нақты аудан орталығында да, елді мекендерде де білеміз. 11 ірі сауда орталығы бар, 120 үй жанында дүкендер бар. Бұлардың барлығында осы арнайы облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес мониторингтік топтар құрылып, ол топтардың ішінде қоғам белсенділері де кіргізілді. Арнайы аудан әкімінің жауапты орынбасары, кәсіпкерлік бөлімінің басшылары, кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері аптасына 2 рет осы ауданда орналасқан сауда орындарындағы азық-түліктің бағасына мониторинг жүргізіп отыр. Және де арнайы қойылған талаптарға сәйкес әкелінген азық-түлікке 15%-дан артық жүктеме жаңағы мөлшерде қаржы қоспау жөнінде бақылау жүргізуде. Кәсіпкерлерде шындығында біздер байланыс бар. Екі арада олар әкеліп отқан азық-түліктерінің накладнойларын бізге әрдайым ұсынып отырады. Сонымен біздер қазір азық-түліктің бағасын солай бақылауда ұстап отырмыз. Сұрақ бұл аудандық жастар ресурстық орталығында жеке ғимараты жоқ, материалды техникалық базасы әлсіз. Ауданда жастар орталығын салу ойда бар ма дейді. Жалпы ауданда жастармен қандай шаралар жиі өткізіледі? Жастар бос уақытын қайда өткізеді? Біздер енді осы қазір жастар ресурстық орталығы біздерде бұрындары аудан кәсіпкерлерінің, ауданға қарасты ірі кәсіпорындарының қаржылық қордауымен салынған ғимаратта отыр. Ол ғимарат қазір Шапағат үкіметтік емес қорына тиесілі. Сол ғимаратта отыр. Сол жерде жастармен
жүйелі түрде жұмыс жүргізіледі. Аудан жастары өте белсенді, қоғамдық жұмыстарға жақсы араласады. Спорттық шаралар болсын, қайырымдылық акциялары болсын, басқа да ауданға қатысты мәселелер болсын, бұлар әрдайым талқылап, депутаттармен де, қоғамдық кеңеспен де, қоғамдық басқа да ұйымдармен де, аудан әкімдігімен де жақсы байланыс орнатқан. Жастармен жұмыс жасауға дайынбыз. Ниет білдірген жастар болатын болса, осы ауданның әкімдігінің жанынан, әкімдігінде ішкі саясат бөлімі бар, ауыл әкімдері бар, аудан әкімі бар, жастар ресурс орталығы бар, басшысы сіздерге мәлім, аудандық мәслихаттың депутаты Ғайыпбай Саламат. Сол азаматпен байланыс орнатсаңыз, біздер ары қарай сіздермен жұмысымызды жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңда ғимарат бар, қосымша ғимарат салу жөнінде біздер мәселені көтеріп отқан жоқпыз. Жаңағы базасын нығайту жөнінде ұсыныстар түсетін болса, біздер қарауға дайынбыз. Келесі сұрақ, жалпы Бейнеу ауданында алдағы уақытта ауыл әкімдерін сайлау жоспарда бар ғой, енді қай ауыл әкімдері сайланады? Себебі жаңағы бір тұрғын жазған екен, Төлеп ауылының болашақ сайланатын әкіммен бірге жақсы жұмыстар атқарады деп сенеміз деп. Жалпы осы наурыз айының 6 күні біздер Төлеп ауылында әкім сайлауы өтеді. Бұрынғы сайланған әкімі жүрек ақауларының денсаулығына байланысты жұмыстан босатылды. Сайлау өткеннен кейін ауылдың әкімі, сол халық өзі сайлап алған әкімі, сол халықпен жұмыс жасауға мүдделі болады деп есептеймін. Төлеп ауылының жастары да өте белсенді, ұсыныстарын, пікірлерін ашық бізге жеткізіп отырады. Олармен енді ауыл әкімі, аудан әкімдігі жұмыс жасауға дайын. Келесі сұрақ, енді сұрақтар қайталанып жатыр. Көбісі жаңағы спорт мектептерін ашу туралы, балалар ойын алаңдарын салыну туралы көбірек жазып жатыр екен. Бірнеше пікірлер осыған байланысты. Келесі енді сұраққа кезек берсек, мамандық бойынша 30-35 жастағы қыз келіншектерге жұмыс тәжірибесіз бос жұмыс орындарын қарастырсаңыздар екен. Яғни қыз келіншектерге арналған бос жұмыс орындарын ашсаңыздар деген тілегін білдірген. Мүмкіндік беріліп. Жақсы, енді жалпы Қазақстан Республикасында жаңағы зейнеткерлік жасқа дейінгі азаматтарға ешқандай шектеулер жоқ. 30-35 жастағы қыз келіншектерге кәсіпкерлікпен айналысуға, жаңа мамандықтар таңдауға мүмкіндіктер бар. Арнайы осы жаңа айтылып отқан жаңа кәсіптік мамандық таңдауға, оқытуға сіздерде мүмкіндіктер бар. Оны жұмыспен қамту орталығына, әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне барсаңыз, сізге түсіндіру жұмысын жүргізеді. Жұмыс орындары болатын болса, енді 30-35 жастағы нағыз жұмыс жасайтын жастағы кезеңде есептейміз. Енді кәсіпкерлік ашуға, кәсіпкерлік болмаса басқа да мамандықтарды жаңадан қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтарға оқытуға сізде мүмкіндік бар. Бұдан басқа жаңа айтылып отқан қайтарымсыз гранттар беруге мүмкіндіктер бар. Әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне, жұмыспен қамту орталығына хабарласуыңызды сұраймыз. Келесі сұрақ, енді өзіңізге белгілі, осы жаздан бастап енді қуаңшылық белең алды. Жалпы осы қуаңшылық сіздерде жаңағы егін шаруашылығының ашылуына, сіздерде және мал шаруашылығында жаңадан кәсіп түрлері, яғни мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлердің саны артты ма осында? Әлде керісінше төмендеді ма сіздерде көрсеткіш? Жалпы шындығында қуаңшылыққа байланысты осы шаруаларға 2021-2022 жылдың басы қиындығын келтіріп отқан рас. Бұл бағытта ауыл шаруашылық министрлігі, облыс әкімі, аудан әкімдігі жүйелі түрде үлкен іс-шаралар атқарды. Арзандатылған жем, арзандатылған шөп аудан орталығында қорлары жасақталып, осы халыққа облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған Казимпекс Ақтау
қор арқылы жеңілдетілген бағада жем-шөптер жеткізілді. Жаңа айтылып отқан жемнің бағасы бұрындары бір қабы 2000 теңге болатын болса, бүгінгі таңда 1000 теңгеден шаруа қожалықтарына жеткізілді. Шөптің бағасы 1200 теңгеден нарықтағы бағасынан 760 теңгеге дейін 440 теңгесін жаңағы Казимпекс қоры субсидиялап, сондай ауқымды жұмыстар жасалды. Енді ауданымызға қарасты аймақта ауыл шаруашылығына қатысты шаруалармен біздер байланыс орнатып отырмыз. Арнайы кәсіпкерлік бөліммен бірге ашылған үлкен жаңағы WhatsApp группалар бар, чаттар бар. Ол жердегі шаруалардың сұранысын біздер біліп отырмыз. Үкіметтік үлкен осы субсидия жөнінде, құдық қазу субсидиялар жөнінде, сосын жаңағы күн панельдері жөнінде мәселелер қойылып отыр. Күн панелін былтыр біздің шаруа қожалықтарымызға күн панельдері үкіметтің субсидиясымен жеткізілген болатын. Биыл да сол бағдарламаны жалғастыруды сұранысты біздер кеше келген депутаттарымызға да, ауыл шаруашылық министрлігіне де осы облыста болып жатқан ауыл шаруаларының құрылтайында да бұл мәселелер айтылып жүр, айтылып келе жатыр. Енді кәсіпкерлермен байланыс бар. Енді біздің өзімізде жалпы соңғы 2 жылдың өзінде, соңғы 3 жылда 275-ке жуық шаруалардың сұраған жерлерін мал шаруашылығымен айналысам деген азаматтарға 275-ке жуық жер телімін бөліп шығарып бердік. Конкурстар арқылы ары қарайда құдық қазу, мал шаруашылығын дамытуға біздер жұмыс жасауға дайынбыз. Тиімді кредиттерді алу жөнінде әрдайым жұмыс жасап, ауылымыздың кәсіпкерлері осындай кредиттерді алып отыр. Байланыс бар. Енді егінмен айналысам дейтін азаматтар болатын болса, ашық алаңға егін егем дейтін азаматтар болатын болса, бұлармен де біздер жұмыс жасауға дайынбыз. Енді су тапшылығы бар екені де рас. Су мөлшері ауданымызға лимит шектеулі. Бұл су ар жағында Ресей Федерациясының Астрахан облысы Қиғаш дейтін өзеннен келіп жатқан үлкен магистралдық су құбыры. Ол су құбыры өзен халқына да, Маңғыстау ауданы халқына да, ары қарай Қаражанбас Қаламқас кен орындарына кетіп жатқан су құбыры. Жолда біздер енді ауданымызға сұранысты жыл сайын көбейтіп суды алып отырмыз. Енді егін егу жөніндегі ұсыныстар болатын болса, ол айтып отқан жекелеген кәсіпкерлермен жұмыс жасауға дайынбыз біздер. Ондай мүмкіндіктер бар. Тәжен ауылында жақын жерден тұщы су шығатын мүмкіндіктер бар. Егер сол жерге насос қойып, электр тоғын тартып, сол жерден үлкен егіс алаңын салам дейтін азаматтар болатын болса, біздер олармен жұмыс жасауға дайынбыз. Келіңіз акиматқа, мәселеңізді айтыңыз. Келесі сұрақ енді өзіңізге белгілі, осы Бейнеу аудандағы тағы бір күрмеулі енді шешімін таба алмай жүрген мәселенің бірі бұл жаңа Каспий банктың бөлімшесін ашу. Яғни тұрғындар осыған байланысты сұрақтарды көп жіберіп жатыр. Яғни қалаға несие алатын болсақ, қалаға баруымызға тура келеді. Бейнеуден ашса жақсы болар еді. Яғни банкомат керек деп айтып жатыр екен. Осыған байланысты қандай шешім болар екен? Каспий банк акционерлік қоғамының облыстағы бөлімшесіне де, филиалына да өзінің жаңағы бас головной офис дейді, сол жердегі акционерлік қоғамның төрағасы Ламтадзеға да менің атымнан, осыдан 2 жыл бұрын сенаттың депутаттарының атынан да осындай ұсыныстар, хаттар жолданды. Бүгінгі таңда олар Бейнеу аудан орталығынан ондай бөлімше салуға жоспарымыз жоқ дейтін жауабын беріп отыр. Көптеген енді өздерінде келтіріп отқан уәждері бар. Ол жерден бөлімше ашатын болса, ақша сақтайтын жаңағы қойма керек дейді, хранилище для денег. Сосын жаңа ғимарат керек. Қазіргі таңда осы көптеген Каспий банк қызметі электронды түрде жүргізіледі. Сондықтан біздер аудандарда ондай бөлімшелер салуды жоспарлап отқан жоқпыз деп отыр. Дегенмен ауданда халық банкі қызмет атқарып отыр. Сол халық банкының да жаңа жақсы сол Каспий банкқа ұқсас бағдарламалары бар. Бүгінгі таңда халық банкынан да ондай жаңа қызмет алуға мүмкіндіктер бар.
Үшінші, ауылда асфальт жоқ, көшелерде ит көп, иттерден балалар сабаққа бара алмайды, иттердің көзін құртуға болмайды ма дейді. Арнайы ветеринары бар ауданда, иттің көзін жоюмен айналысатын сол мекеме. Былтырдың өзінде 1800-ден астам аудан орталығында ит атылды. Енді біздер мектептермен, мектепке қатынайтын оқушылардың ата-аналарымен, сол көшеде тұратын тұрғындармен әрдайым осы жөнінде мәселені қойып жүрміз. Ит сырттан келмейді, иттің барлығының иесі бар, иесі сол ауылдың тұрғындары. Ондай жағдайлар бар екен рас. Балаға, мектепке баратқан балаға ит еріп мектеп қасына келеді, сол жерде жиналады. Енді басқа ауылдарында қорқу бар. Сондықтан енді жаңа айтып отқан итін ауыл тұрғындары өзінің ауласында күтіп ұстауға, қамап ұстауға, байлап ұстауға, бос жүргендерін жаңа айтып отқан ветеринария бөлімшесі итті көзін жоюға ату жұмыстарында жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс жүргізілуде. Енді ит жаңа айтып отқан сырттан келмейді, халық саны өскен сайын ит те өсетін рас. Үй жануары ғой. Енді ауылдың азаматтарының, ауыл тұрғындарының жауапкершілігіндегі сұрақ, итті әркім өзінің ауласында ұстаған дұрыс деп есептеймін. Келесі сұрақ, қалпына келетін энергия көздерін дамыту басым бағыттардың біріне айналуы тиіс. Осы бағытта ауданда қандай шаралар атқарылуда дейді. Және келесі сұрақты да оқып өтейін. Ауылдарға қашан 4G қондырасыздар дейді. Жалпы осы ауылдардағы интернет желісімен қамту жағдайы қалай сіздерде ауданда? Алдыңғы сұрақ қалай? 4G-ден бұрын? Қалпына келтіретін энергия көздерін дамыту жағдайы. Үнемделетін энергия, панельдер. Енді энергия үнемдеу жұмыстары, енді жаңа айтып өттім, ауданда жасалып жатқан жұмыстар жөнінде. Энергияны үнемдеу мақсатында жаңа айтылып отқан диодты лампаларға ауыстырып жатырмыз. Ауылымыз, көшемізде орналастырылған бұрынғы ескі лампаларды диодтық жарық шамдар, ол энергоэффективный жаңағы лампалар болып табылады, жарығы да күшті. Енді бұдан басқа жаңа айтылып отқан 4G бойынша барлық ауылдарда интернет байланысы бар, мобильді интернетпен де қамтылған. Енді кейбір ауылдың шет жақтарында жаңағы мобильдік интернет әлсіз болатын жақтары бар, оны біздерге хабарлап отыр. Ол біздер енді жаңа Билайн, Теле2, Кейсел, актив операторларымен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Баршаңызға мәлім, былтыр енді жаңағы барлық мектептерде оқушылар үйінен оқып, онлайн режимде оқуға кіріскен кезде Қазақстан бойынша барлық құрылғылар, Қазақстан бойынша барлық елді мекендерге орнатылды. Қазір осы құрылғыларды жаңағы мобильдік интернетті күшейтетін құрылғылардың тапшылығына байланысты бұл компаниялардың өкілдері бізге уақыт сұрап отыр. Жаңа құрылғылар келгеннен кейін жаңа айтылып жатқан усиление дейді, усилитель қоямыз дейді. Жаңа байланысты реттеуге уәдесін берді. Біздер байланыс бар, енді хатын жолдап отырмыз бұларға. Келесі сұрақ. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, сіздерге тағы да бір естеріңізге салғым келеді. Сұрақтар бір-біріне өте қайталанып жатыр, яғни ұқсас сұрақтар көп. Осы тікелей эфир әлеуметтік желілерде сақталады. Осының алдындағына Бейнебек көңілім қосылы сұрақтардың біразына жауап берді. Егер жауаптарын білгілеріңіз келсе, тікелей эфирді қарап өтсеңіздер болады. Келесі сұрақ, Сәтбаев көшесіне, яғни Жетім Сәтбаев көшесіне су краны тартылса екен, Рысқұлов көшелерінде бар, екі ортада біздер жоқ. Соны шешіп берсеңіз, оған осы мәселені айтып аяғымыз тозды дейді. Жақсы, бұл мәселе бізге белгілі.
Жетім Сатпаев деген бұрын ауылішілік су құбырлары тартылған кезде жоғада болмаған көше болу керек, жаңадан салынған. Сондықтан ол жерге су құбырлары тартылмаған жағдайлар бар. Осы алдағы уақытта Бейнеу су сервистің тапсырмасы берілді, бұл мәселе шешім табады. Келесі сұрақ, газдың коэффициентін азайтуға болады ма дейді. Себебі көп шығып кетеді деп отыр. Газ коэффициентіне қатысты газ мамандары әрдайым осы халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Газдың жазғы мезгілде коэффициент қосылмайды, қысқы мезгілде өз газдың көлемінің өзінің жиырылып азаятын жағдайлар бар, жаз мезгілінде ұлғаятын жағдайлар бар. Сондықтан бұл мәселені Ақтау-Трансгаз, Қазтрансгаз аймақтың Бейнеудегі бөлімшесіне барып, бұл сұраққа толыққан жауабыңызды алуыңызға болады. Келесі сұрақ осы газге қатысты. Енді Бейнеуде 100% газбен қамтылған деп атап өттіңіз. Енді ескі газ линиясын пайдаланып отырған кейбір үйлерде газдың қысымы төмен дейді. Яғни осы ескі құбырларды жаңалау жоспарланған ба? Аудан орталығында Бейнеуде 35 көше бар. Бұл газ құбырлары, бұл үйлердің бәріне газ құбыры барып тұр. Бірақ бұл газ құбырлары 2000 жылдары сол көшенің тұрғындарымен қолға түскен материалдармен үйге газ тартылған. Сондықтан техникалық талаптарға сәйкес болмағандықтан газ қысымының бір үйде төмен, бір үйде жоғары болуы бар. Бұл көшелердің барлығына да жаңадан жобалық сметалық құжаттама жасақталды. 35 көшеге бөліп 7 жоба жасақталды. 7 жобаның қазіргі таңда аудан орталығында біреуі қолдау тапты. Оны биыл қаржыландырады. Оның жобалық сметалық құжаттамасына сәйкес құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіледі. Қалған жобаларға да қатысты бюджеттік өтінім бар. Қаржы бөлінген жағдайда біз бұл жұмысты атқарамыз. Бұдан басқа аудан орталығы Бейнеуден басқа Сарғада жер асты құбырларымен газдандырылған. Есет ауылында да сондай аймақтар бар. Ақжігіт ауылында да, бұл ауылдардың барлығына да жобалық сметалық құжаттама жасақтадық. Сарға ауылында жағдай қиынырақ, шындығында сол ауылға жобалық сметалық құжаттама жасадық. Құны 704 миллион теңге. Осы алдын ала ақпараттарға сәйкес біздерге енді осы Сарғаны қолдауын сұрап отырмыз. Қаржы осы алдымыздағы бюджет нақтылау кезеңдерінде бөлінетін болса, біздер бұл ауылдың газ құбырларын салуды бастаймыз. Ақжігіт ауылының тұрғындары осыған дейін жалпы жол мәселесі және су бойынша шағымданған болатын. Енді қазіргі таңда осы ауылдың екі мәселесі қалай шешімін тауып жатыр? Жалпы ауылдардағы сіздерде асфальт жолдар қаншалықты деңгейде сіздерде жасалып жатыр? Енді Ақжігіт ауылына жаңа баяндамамда да айттым. Орталықтандырылған сумен қамтылмаған нөмір 2-ші бөлімі дейді. Енді олар Ақжігіттің басында Саққоз ауыл, станция ауыл дейді. Сол станция ауылға газ құбырлары тартылды, құрылыс монтаж жұмыстары аяқталды. Биыл көктемнен бастап уже қазіргі таңда ол сол орталықтандырған сумен қамтамасыз ету басталды. Халық қосылып суды пайдалануға. Екінші жаңағы 104 миллион теңгенің жолы тартылуда, қашықтығы 2,6 километр, 2,5 километр жері. Ол жолдың құрылыс монтаж жұмыстары былтыр басталды, биыл аяқтау жоспарлап отырмыз. Содан басқа да келесі қандай жалғасы. Ақжігітке қатысты енді айтты ғой енді. Жалпы ауылдардағы асфальт мәселесі бойынша Тәжен ауылына мәселе бар, кіреберіс жолы нашар. Жаңбыр жауған күндері балшық болатынын біз білеміз. Ол жолды тегістеп, уақытша ретке келтіруге біздер бюджеттен қаржы қарау үстіндеміз. Ал жобалық сметалық құжаттамасында жасақтап болашақта қатқыл табан жол салуды, яғни асфальттауды жоспарлап отырмыз. Бұдан басқа ауылға кіреберіс жолдың нашары Сарға ауылында бар, Есет ауылында бар. Жаңағы Төлеп ауылының кірме жолының мәселесін шештік. Алдағы уақытта осы жобалық сметалық құжаттамалардың бәрін жасақтап болғасын.
бюджеттік өтінім береміз. Барлығы да қаржыға байланысты. Ауылдастар осы қаржы бөлінген кезде барлық жерлерге жол салынады деп есептеймін. Біздер барымызша осы сұраныстардың барлығы сұраныстар бағытында жұмыс атқарып жатырмыз. Сол енді жолға қаржы бөлінсе, біздер солымыз салып береміз. Сәл шыдамдылық танытайық, алдағы уақытта барлық мәселе шешіледі. Енді ауылдағы қоқыс контейнерлерінің жағдайы туралы айтсаңыз, яғни себебі тұрғындардың кейбірі жазып жатыр, көптеп қойса екен деген. Қоқыс контейнеріне қатысты сұрақтар бар. Енді бұл сұрақтар көптеген жағдайда аудан орталығында туындап отыр. Аудан орталығында орналасқан 55 көпқабатты тұрғын үйлердің барлығының қасында қоқыс контейнерлері тұр. Арнайы мамандандырылған мекеме бұл үйлерге қызметін көрсетіп отыр. Ал қалған көшелерде, жекеменшік тұрғын үйлер тұрған көшелердегі қоқыс контейнерлерін қою мүмкіндігі жоқ. Оның себебі қоқыс контейнерін қою мүмкіндігі бар, егер сіз жаңа айтылған мамандандырылған арнайы осы қоқысты сақтау орны бар мекемемен келісім шартқа отырсаңыз, бекітілген әр кубқа шаққандағы құны да аудандық мәслихатпен бекітілген, құны қымбат емес. Айына келісім шартқа отырсаңыз, әр көшедегі үйлер келісім шартқа отыратын болса, 2000 теңгенің жобасында үйіңіздің қасына өзіңіз жаңа айтылып отқан 200 литр бөшке, болмаса пластиковый арнайы ыдыстар бар. Соның ішіне қоқысыңызды қоятын болсаңыз, қоқыс жинаушы мамандандырылған мекеме сіздің мазаңызды алмай, аулаңыздың сыртынан тіпті сол қоқысты алып кетуге мүмкіндігі бар. Бұл мәселені біздер осыдан жыл жарым бұрын Құлсары қаласына арнайы мамандар барып, сол Құлсары қаласының тәжірибесін алып келдік. Енді қазіргі кезде сол қоқыс шығаратын мамандандырылған мекемемен көптеген жағдайда жаңағы жеке тұрғын үй иелері келісім шартқа отырмайды, басқаша сақтайды, жер қазып құдыққа сақтайды. Оның енді тиімді жағы, жаңа айтып отқан қоқысты үйіңіздің қасында арнайы ыдысқа салып қойсаңыз, сол мекемемен келісім шартқа отырсаңыз, сол ауылдың іште таза болады. Өзіңізге де жаңағыдай айналаңыздағы санитарлық эпидемиологиялық жағдайды жақсы сақтайсыз деп есептеймін. Сол мекемемен келісім шартқа отыруға шақырамын. Себебі бір көшеге бір үй үшін ол мекеме бармайды. Сол көшенің бойындағы үйлер отыратын болса, жақсы қызмет көрсетеді деп есептеймін. Орынды мәселені қойып отырсыздар. Осы арқылы аудан халқын осы қоқыс сақтау ящиктерін үйдің жанынан қойып, мекемемен келісім шартқа отырып, қаржысын төлеуді сұраймын. Соған шақырамын. Енді Бейнебек көңілім қосылы, сұрақтарды жалпы алдағы уақытта тұрғындар қайдан жауабын алады? Біздің әлеуметтік желілер қосылып тұр барлығы. Соны айтып жіберсеңіз, қорытындылай жайлы. Енді аудан тұрғындарына қатысты баршаңыз да білесіздер. Президенттің нақты тұжырымдамасы бар. Халық үніне құлақ асатын мемлекет құрамыз деген. Сол бағытта аудан әкімдігімен, бөлімдермен, ауыл әкімдіктермен арнайы әлеуметтік желіде парақшалар ашылған. Сізге қай ауылға қатысты сұрақ болатын болса, сол жерге сұрағыңызды жолдасаңыз, үйіңізде отырып әлеуметтік желі арқылы сіз жауабын аласыз. Сіздің мәселеңіз бақылауға қойылады. Егер келіп айтатын мәселе болатын болса, аудан әкімдігінің бірінші қабатында сервистік әкімдік жұмыс жасап тұр. Жұмыс уақытында, жұмыс күндері сіздерді кідіріссіз, кезексіз қабылдап, сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Тікелей эфирдегі комментарийларға осы арнайы бөлімдер барлығы да осы қарап отыр, барлығына да жауап беріледі. Ат жөндеріңізді, адресіңізді көрсетсеңіз тіпті жақсы. Сіздің мәселеңізбен нақты айналысып, ары қарай персонально сіздің өзіңізге адресіне жауап береді. Құрметті өңір тұрғындары, әлеуметтік желі қолданушылары, осымен кезекті брифингті аяқтаймыз. Бейнебек көңілім қосылы бүгін біздің брифингке келіп, баспасөз алаңында журналистердің және тұрғындардың сұрақтарына жауап бергені үшін алғыс білдіреміз. Құрметті тұрғындар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, рахмет.
var mı?